Бұл тақияның ұзындығы 60, ені 6 см. Кожамыз қалың болғаннан кейін, бұны екі қабаттаудың қажеті жоқ. Төбесінде тәрелкенің өлшемімен дөңгелек қиып аламын. Тақияның төбесін тігіп бастаймыз. Кожамыз бен фетр матамызды бір-біріне қойып, зигзагтың көмегі арқылы айналдыра тігіп шығамыз. Кожаны тігу кішкене қиындыққа соғады. Тақиямызда видеодағыдай қыртыс қалады. Оған бірақ мән бермеңіздер. Бас өлшемін матадан жасалған тақия секілді дәл солай 60 метрді өлшеп аламыз да, артық жерлерін қиып тастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп тігіп қосып шығамыз. Фетріміз жоғарыда, кожасы астында болса, тігілуі оңайырақ. Видеода көрсетілгендей етіп, осылай көлденеңнен тігіп шығамыз. Сол кезде біздің бағанағы қыртысымыз көрінбей кетеді. Видеода көрсетілгендей тақиямыздың астыңғы бөлігін осылай зигзагтың көмегі арқылы тігіп шықтым. Енді жиектерінде зигзагтың көмегі арқылы жүргізіп, төбесімен бірге қосатын боламыз. Міне біз тақиямызды айналдыра тігіп шықтық. Матада тігілген тақия секілді бұны да соңғы жақтары тігілуі кішкене қиынырақ болады. Және бірнеше рет қайталап тігіп шығуымыз керек. Ішкі жақ бетіне қара фетр салғандарыңыз өте дұрыс болар еді. Тақиямызды енді әшекейлермен безендіретін боламыз. Күнделікті өмірде киімдерімізге сәйкестеп әртүрлі әшекейлерді тағып киіп жүргіңізге болады.